Саламатсыздар ма ұстаздар, сіздермен ұстаз Кейсет. Бүгін сіздермен WordMint сайтымен таныстырғым келеді. Яғни бұл сайтта біз әртүрлі дидактикалық ойындарды жасап шығара аламыз. Ендеше бастайық. Ең әуелі осы сайтқа тіркеліп, Google аккаунттарыңызды тіркеп қоясыздар. Және де создать новый батырмасын басамыз. Бұл сайтта біз сөздерді іздеу және де бинго карта жасай аламыз, сөз жұмбақ және де әртүрлі тесттерді жасап PDF немесе Word форматта оқушыларға ұсына аламыз. Ең әуелі сөздерді тап, дидактикалық материалын жасап көрейік. Мінекей бізде осындай бет шығады. Келесі біз әртүрлі беттерді таңдай аламыз. Мысалы, мынандай немесе осындай суреті бар. Ендеше жасап көрейік. Мына жерге өзіңіздің сұрақтарыңызды, сөздеріңізді жазып өтесіздер. Ең әуелі біз заголовкасын жазайық. Биология сабағынан осындай сөздерді тап, дидактикалық материалын құрастыратын боламыз. Және де осылай оқушының аты және де күнін жазып қоя аламыз. Әртүрлі сөздердің қалай тұратынын жасап көрсете аламыз. Мысалы, горизонталды немесе вертикальды әртүрлі құрастыра аламыз. Оны өздеріңіздің оқушылардың ынтасына қарай жасасаңыздар болады. Мысалы, бастауыш сынып оқушыларына ең бірінші нұсқаны ұсынған дұрыс, ал жоғары сынып оқушыларына ең соңғы нұсқаны ұсынған дұрысырақ болады. Келесі сөзімізді жазайық. Мінекей біздің сөзіміз демде қазақша әріптерге өзгерді. Және де біз өзіміз дайындап алған сөздерді бірден енгізіп алсақ та болады. Мінекей мен сөздерді алдын ала дайындап алдым. Осы сөздерді осы жерге қоямыз. Әрқайсысын асты-астына жазып өтеміз. Және де добавить батырмасын басамыз. Осындай сөздер шықты. Өзіміз құрастырып алған сөздерді осылай көрсете аламыз. Және де олар жанында жазылып тұрады. Маған бұлай ыңғайлы емес. Мен осы вариантты қарастырамын. Яғни сөздерім астында тұрады. Әртүрлі осылай сөздерді көрсете аласыздар. Және де сол сөздерді ауыстырып та қоя аласыздар. Осылай. Енді осы дайын болған дидактикалық материалымызды PDF форматта немесе Word форматта сохранить ете аламыз. Және де бұны басқаша түрін жасай аламыз. Мінекей, мысалы, жаңағы сөздеріміздің осы қалай жазылу керектігін табу керек оқушылар. Басқа да нұсқасын жасап көрсете аласыздар осылай. Оны да сохранить етіп, шығарып оқушыларға тартып беріп, жұмыс жасауға болады. Осылай бинго карта жасай аламыз.
мінекей. Енді бұны PDF форматта немесе Word форматта сохранить етіп аламыз. Ключевой форматта сохранить ете аламыз. Және де оны оқушылар көрсетпеу үшін студенттік бағытта да сохранить ете аламыз. Яғни мына сары қызыл сызықтар оқушыларға көрсетілмейді. Мінекей. Астында жауаптары тұр. Осыны оқушылар осы жерден іздеп табуы керек. Енді біз тағы да кроссворд сөз жұмбақ жасап көреміз. Сөз жұмбақтында әртүрлі нұсқалар бар. Ең әуелі біз сұрақты енгізіп аламыз. Осылай сұрақты біртіндеп енгізсеңіздер болады, немесе мынау жасыл батырманы басып, бірден сұрақтарды енгізіп алсаңыздар болады. Бұл жерде уже сұрақтарды жазып, жанына прибыл қойып, жанына жауабын жазып кетеміз. Сөз жұмбағымыз осылай шығады, яғни оның енді заголовкасын тақырыбын жазып өтеміз. Біздің бұл сөз жұмбағымыз биология пәнінен бір жасушы балаларға арналады. Осылай тақырыбын жазамыз. Енді оған шрифтін өзгерте аламыз. Сосын маленький размерлерін қоя аламыз. Сосын датасымен оқушының атын жаза аламыз. Сурет қойып алсаңыздар болады. Сосын әртүрлі қылып осы сөз жұмбағымызды өзгертіп алуымызға болады. Құрамына суретті алып тастап, басқа сурет қоя аласыздар. Келесі бізде бұны енді бинго карта түрінде жасауға болады. Бұл енді сөздерді сәйкестендіріп өзгертіп алдық. Жаңа бір жасушалы тақырыбына жасаған сөз жұмбағымызда. Осылай бірінші сұрақтың жауабы я әрпінде тұр. Мінекей Аполлина. Осылай балалар сәйкестендіреді. Яғни сәйкестендіру дидактикалық ойын жасауға болады. Бірден бинго карта жасауға болады. Мінекей. Және де енді бұны PDF форматта сохранить етіп алуға болады. Осы жасап алған сөз жұмбағымызды PDF форматта немесе Word форматта сохранить етіп алуға болады. Және де оны ары қарай өзгертіп, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша оқушыларға көрсете аласыздар. Мысалы, мұны PDF форматта сохранить етілген жаңа жұмысымыз. Осыны енді шығарып алып, әр оқушыға таратып берсеңіздер болады. WordMint сайты арқылы осындай әртүрлі дидактикалық материалдарды тез жасап ала аласыздар. Мысалы, сөздерді тап, бинго карта, сөз жұмбақ, және де әртүрлі біреу дұрыс немесе бірі дұрыс емес сияқты әртүрлі дидактикалық материалдар және де сәйкестендір тест жасап құрастыруға да болады. PDF немесе Word форматта шығарып алып, оқушыларға таратып беріп жұмыс жасай аласыздар. Менің бүгінгі видеом ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар, және де менің каналыма тіркеліп